Қазбек бидің Тәңір алдында барғанда сөзінің әсері. 300-дің орталығы Ұлытау деген жерде үйі жүздің басын қосқан бір үлкен ас болыпты. Ұлы жүздің Сыйқым, Жаныс деген екі тап жігіттері арғынның бір жігітінің мініп жүрген ер тоқымына өте қызығады. Төле биге келіп ақылдасады. Сонда Төле би былай деп ақыл береді: 15-20 жігітпен бар да, мынау менің былтырғы жоғалтқан тұлпарымның үстінде кеткен менің ерім деп, менің алдыма сүйретіп алып кел, мен бір-ақ ауызбен бұйырып берейін депті. Айтқанындай барып арғынның жігітін Төле бидің алдына сүйретіп алып келіп: ерімді танып алдым, енді тұлпарымды алып бер деп арыз қылыпты. Сонда Төле би аудара қарап, ақтара сұрап: көзі бар еріңді өзің ал, көзі жоқ тұлпарың салауат деп төрелік қылыпты. Арғынның жігіті қарап жүріп, ұры атағын алып, ер тоқымнан айырылып, атын жаяу жетелеп болған оқиғаны Қазбекке келіп айтады. Қазбек Төле бидің отырған үйіне келіпті. Келсе, Төле бидің жанында бірге жүріп, бірге тұратын тәуірлерінің бір сыпырасы сол үйде ерді бірінен соң бірі алып көріп отыр екен. Сонда Қазбек: бұл немене көріп отырғандарың, маған берші, мен де көрейін депті. Күміс ерді қолына алып, айналдырып қарап отырып Қазбек: қапталың қайың қасың шұбар, қалмен бет қосқан бір ерсің, үйсінге ие Төле би, бұл ерге қайтып тиерсің. Сыйқым, Жаныс екі топ, бір ерге қайтып мінерсің, бұл мінезбен үйсінді бір төбеге үйерсің. Бұл мінезбен қайтпасаң, Тәңір алдында барғанда қалменіңмен күйерсің депті. Сонда Төле би мынау ақымақтар ақымақ болып жүргенге қайтер екен деп, мен бір сөзді ойнап айта салып едім, ерді иесіне беріңдер депті.